Достар, видео басламасам бұрын мен сіздерге өте сапалы, өте мықтананы, яғни Зуманың арнасы ұсынғым келеді. Бұл арнада достар 90 подписчик бар, давайте достар 120-ға дейін, давай 110-ға дейін абаттасақ достар. Бұл арнада өте кереметте крестик челлендж, оралуға мотивация, және де Руфинка мен Милошка деген ютубершаларды салыстырған. Соңғы видеосына барып 10 титтан келдім деп, яғни Милошка мен Руфинканың кім ұтқанын қарап кетіміз. Ал біз екінші периодқа кетіп Мәкүнчик алда дамитын ютуберлердің бірі деп айта аламын достар. Енді сіздер яғни осы арнаның дамуына үлестеріңізді қосыңыздар достар. Давайте ссылкаға барып осы екі ютуберге де Мәкүнчикқа да Зумаға да барлығына тіркеліп лайк басыңыздар достар. Қарасаңыздар, ава шапкасы өте әдемі, сіздер үшін тырысып қаншама ақшасын төгіп яғни жасатты. Енді сіздер де оның яғни еңбегін бағалап тіркеліп кетіңіздер. Ал біз өте керемет видеомызға кетті. Достар, видео басламастан бұрын өте керемет мини-конкурс ұйымдастырғым келіп отыр достар. Бұл мини-конкурстың призы яғни 200 теңге. Яғни бұл 200 теңгені алу үшін сіздер өте оп-оңай шарттарды бір апта бойы видео түсірмегеннен кейін нема жаман. В общем достар, яғни не істеу үшін, жаңағы ұту үшін сіздер жай ғана менің арнама тіркелесіздер, спонсорға тіркелесіздер. Осы видеоға лайк басасың және комментарияға киви номерлерінде немесе ВК ссылканы қалдырып кетесіздер. Және осы видеоға міндетті 2 аккаунтпен лайк басасыздар. Ал сәттілік, let's go. Ассалаумағалейкум, алтыннан ардақты, күмістен салмақты менің сүйікті көрермендерім мен роднойлар. В общем достар, мен ютубқа оралдым. Короче, comeback онтик возвращение. Енді достар, енді осы видеодан кейін достар, сіздер видеоны до конца көріп ойланасыздар деп ойлаймын достар. Енді достар, мен бүгін яғни сотқа алған болатынмын. Короче, енді достар, мен алдында айтқан болатынмын, яғни енді бір апта бойы видео түсіре алмаймын деп. Енді достар, сіздер ренжімеңіздер, в общем, сотқа осындай болып қалды. Енді мен вообще не істерімді білмедім, в общем, сол үйде жаттым, сол баяғы короче, онлайн сабақ анау мынау, енді қарындасым соткасымен кірдім, ол кезде менде сотқа болған жоқ, в общем. Достар, айтпақшы, келіп жеткен Рамазан айын мен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Барша тілеген тілектеріңіз барлығы орындалсын. Отбасыларыңыз аман болсын, ел жұрт тыныш болсын дегендей. Енді достар, ораза ұстап жатқан жандар болсаңыздар, сіздерді оразаларыңыз қабыл болсын. В общем, солай достар, енді осы видеода енді кішкене қобалжу болды оның басында. Яғни достар, енді мен ана соткамды яғни енді жаздар жасатып аламын, алай деп сұрам. Енді атымы қазір карантин дегенде миды шетпеп карантин деп. В общем, үйден шыға алмайтын болдық. В общем, шыққан жоқса отыратын болды үйде, ей-ой. Сондықтан достар, в общем, солай. Енді достар, мен алдыңғы видеода комментариямда, ей-ой, комментариямда кәдімгідей достар адамдар жазған, типа онтек МКП кетпеш деген. Сондай достар, кішкене бір сөйтіп ойланып қалдым да. Негізі мен достар былай ютубтан былай кетіп қалдым келген. Но достар, мен просто каналымды қиғым келген жоқ та. Өзім оны әзер дегенде 3-4 ай уже дамытып келе жатырмын. 3 ай болды, сол 3 айдың ішінде 8 сапты бағындырып келе жатырмын. Енді соны кәдімгідей осымызға қайта достар, просто каналда тастап кеткім келген жоқ. Яғни оны дамыту үшін өзімнің қаншама терімді төктім. В общем, солай да достар. Енді достар, осы видеоға давайте кем дегенде 100 лайк жағып қойып достар, менің келгенім үшін. Я білем, актив кеткен шығар, но достар, мен активті қайта көтеріп алуыма шанс бар. Достар, енді достар, жақында бізде Құдай қаласа, иншалла алдымызда яғни 1К бар. Яғни сол 1К-ны бағындырсақ достар, мен өзім өте қатты қуанатын едім. Себебі достар, 1К менің арманым. Мен просто баяғыда бір спонсорға танып кетуге болатын еді. Спонсорға типа
мың подписчикке жететін едім, бірақ өйтіп спонсорға алғым келген жоқ, себебі активімді құртқым келген жоқ. Иә, енді достар, осы видеоға міндетті түрде лайктарыңызды басыңыздар. Иә, енді мен келдім. В общем, иә, енді 2-3 күнде әдемі жынды видеоларды күтіңіздер. Короче, достар, енді осы видеоға давайте лайктарыңды басып, арнаға жазылмасаңыздар жазылыңыздар. Жақында бізде 1К достар, өте кереметтей